Күнделікті жасай бергің келетін ең қарапайым зебра пирогының ең керемет мінсіз рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға осылай жұмыртқаны салып алып, үстіне шекерді саламыз. Жақсылап шекері ерігенше аппақ қылып көпіртетін боламыз. Массамыз 2 есеге үлкею керек, дәл осылай болып. Үстінен айран құямыз. Негізі қаймақ немесе сүт құйсаңыздар да болады. Үйде бар заттармен жасай бересіз. Үстінен сұйық май, кәдімгі ақ май құямыз да. Одан кейін рыжық етел саламыз. Үстінен електен өткізілген ұн саламыз. Ұнды 1-2 мәрте електен өткізсеңіз тіпті жақсы болады, өйткені сол кезде тестаңыз әдем болып осылай көпірсіп, пышный жұмсақ масса шығады. Сол массамызды 2 бөлікке бөліп аламыз да, біріне какао салатын боламыз. Барлық заттың мөлшерін мен описанияға қалдыратын боламын, және описанияда мен өзімнің әртүрлі плейлисттегі торттардың, тағамдардың рецептісін қалдыратын боламын. Сол жерді қарап шығыңыздар, қыздар. Осы 2 тестамыз дайын болғаннан кейін формамызға пергамент қағазын төсеп алып, 2 ас қасық ақ тестадан, 2 ас қасық мынадай какао қосылған тестадан салып, дәл осылай әдемі қылып форма жасап аламыз, қыздар. Менде форма 26 диаметрлік. Сіздер 24-ке жасасаңыздар болады. Ол кезде менікіне қарағанда да ісіп әдемі болып піседі, қыздар. Тестамызды құйып алғаннан кейін кішкене зубочисткамен бетіне узорлар жасап шығамыз да, қызып тұрған печкада 170 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз, қыздар. Сонда өте керемет пирогымыз дайын болады. Қыздар, менің арнамда бұрыннан жазылған оқырманы болсаңыз, міндетті түрде осы видеоға лайк, комментарий жазып кетіңіз. Ал егер де жазылмаған болсаңыз, әлі де міндетті түрде жазылып алыңыз, өйткені сізге пайдам тиері анық, қыздар.